кешігіп келе жатырмын. Бір күнге айып етпесіздер. Себебі шаш алып өзімізге қарап киіндім. Полный. Өзімізден аяймыз ба деп, Құдай қаласа 14:30 эфир жіберіп алмаңыздар. Ал достар, күнде-күндегідей, тағы да әдеттегідей салам. Міне, қолдаушылардан келген тәттілер қараңыздар. Жазуды айтсаңыздар, шіркін, ниеттеріңіз Алла разы болсын. Мен сіздермен мақтанам, құрметтеймін. Рахмет көп. Ал қайырлы кеш болсын. Соңғы уақыттарда қарасам, біраз адамдар менен әлі күнге дейін сұрап жатады, неге таныстық тоқтатып тастадыңдар, неге тоқтады, неге до конца бармадың, неге үйтпедің, неге бүйтпедің. Негізі ол сұрақтарға жауап беріп қойғам алдында. Менің телеграм каналыма өзі тіркелмеген жандар болса тіркеліп, сондан бүкіл жаңалықтарды, бүкіл әңгімелердің бәрін біліп отырсаңыздар болады. Қайда барам, не істеймін, не жаңалық болып жатыр, ертеңгі күні не істесем болады деген жоспарлардың барлығы тек сонда салатын боламын. Сондықтан инстаграмда ашып, жариялап, көп нәрсе айтпаймын қазір. Достарымна эмоцияны айта алмаймын енді. Біраз уақыт ішке жиналған эмоциялар шықты ол. Қуанып тұрайық өйстіп. Түндеріңіз тыныш өтсін.